Алып қашу құрбан. Өмірден алынған оқиға. 1 бөлім. Самал әкесінің ерке тотай қара қызы. Кішкентайынан 3 жылдың ортасында ерке болып өсті. Өзі де әкесінің аузынан түсіп қалғандай. Әкесі Самал десе жанын беретін. Неге екені осы қызын ерекше жақсы көретін. Еркелетіп қара қызым, дара қызым деуші еді. Ағаларының артынан қалмай ұл мен ұл болып өскен Самал кішкентайынан өжет, бірбеткей, ер мінезді болып өсті. Ер мінезділігі сонша ағаларының сыныптастарымен төбелесіп, үйіне жылатып жіберетін. Одан қалса сыныптас қыздарын бір-бірімен төбелестіретін. Міне солай өскен Самал әп-сәтте әп-әдемі болып бой жетті. Қара шашы беліне түсіп, майысып жүрген Самалға елдің көзі түсе бастады. Әкесінің алдына неше адам келді құда болу ниетін білдіріп. Бірақ әкесі ешбіріне мақұл демеді. Қызым өзі шешеді, өзінің сүйгеніне барады, дейтін. Мектепті жақсыға бітірген Самал арман қуып қалаға жол тартты. Жолы болып оқуға да түсіп кетті. Жаңа қала, жаңа таныстық, жаңа орта, бәрі кереметтей болды. Бәрімен тіл табысу еш қиындыққа соқпады. 2 жыл әпкесімен бірге тұрып, 3 курста оқуы алыс болғандықтан бірге оқитын қыздарымен пәтерге шықты. Студенттік шақтың қызықты күндері өте берді. Ешқандай қылтың-сылтыңы жоқ Самал оқудың соңғы курсында өз махаббатын кезіктіреді. Арман көрші пәтерде тұратын жігіт. Өзі сұңғақ бойлы, денелі, менің болашақ жарым болсыншы дегендей ерекше сымбатты жігіт еді. Әзілдерімен Самалдың бойын баурап алады. Самал да оған кетар емес еді. Бір-бірін ұнататын көздерінен білініп тұрушы еді. Солай екі ғашық қол ұстасып болашаққа деген жоспар құратын. Арман Самалды қатты жақсы көретін. Не айтса да мақұлдап бәрін жасап отыратын. Әні-міні дегенше оқуда бітіп диплом алатын күнде жақындайды. Арман екеуі өзара келісіп Самалдың диплом алу кешіне бірге барып әрі қарай ақ босағаны аттау керек болды. Бірақ бәрі ол ойлағандай болмады. Арман үй жайын дайындайын деп ауылына жол тартты.